Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен жаңа бір бөлімді бастаймыз. Яғни әлеуметтік география бөліміндегі жаңа тақырыбымыз дүниежүзі халықтарының тілдік және де әлеуметтік топтары. Бүгінгі біздің мақсатымыз дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық жіктелуін түсіндіру. Ең алғашқы сіздермен сабақты мынандай сұрақтармен бастағым келіп тұр. Қандай тілді ана тілі деп атаймыз? Дүниежүзінде ең көп таралған тілдерді атаңдар. Қазақстан халықтарының тілдер күні қашан және де қай күні жарияланды? Енді балалар, сіздермен бірнеше терминдерге тоқталып кетсек. Ең алғашқы термин этнос. Яғни этнос дегеніміз бір халықты екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін ортақ белгілері бар қауымдастық. Ұлт бір немесе бірнеше этностарды біріктіретін топ. Белгілі бір аумақта тарихи қалыптасқан бірыңғай тіл, мәдени, психологиялық, ділдік, өмір салты сияқты ерекшеліктері тән әлеуметтік қауымдастық. Халық қандай да бір аумақта тұрақты дамыған немесе бүкіл жер шарын жайлаған адамдарды біз халық деп атайды екенбіз. Енді этнолингвистика деген ғылым саласы нені зерттейді екен? Этнолингвистика халықтың тілі мен тұрмыс салты мен әдеп ғұрпын, басқа халықтар мен тарихи мәдени байланысын, материалдық және де рухани мәдениетін зерттейтін ғылым саласын біз этнолингвистика деп атайды екенбіз. Енді бізде тіл дегеніміз адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты құралы, яғни маңызды құралдардың бірі болып табылады. Жалпы дүниежүзі бойынша бізде тілдердің саны 4000-5000-ға дейін жетеді екен. Енді тілдердің қазіргі замандағы қолданысына байланысты біз оларды тірі және де өлі тілдерге бөліп қарастырады екенбіз. Тірі тілдерге қазіргі кездегі қолданыста жүрген тілдерді жатқызамыз, ал өлі тілдер қолданыстан шыққан тілдер болып табылады. Оларға грек тілін мысал ретінде айтуға болады екен. Сонымен қатар дүниежүзі бойынша осы дүниежүзі елдерін тілдерді қолданысына байланысты бір тілді, екі тілді және де көп тілді мемлекеттерге бөлеміз. Бір тілді мемлекетке бізде Жапония жатады, екі тілді мемлекетке бізде Канада жатады және де көп тілді мемлекетке бізде Үндістан жатады. Яғни тілдердің санына байланысты көп болып келеді екен. Енді сонымен қатар осы тілдерге байланысты бізде тіл әулеті деген ұғым бар. Тіл әулеті дегеніміз не? Тілдер мен мәдениеттің ұқсастығын біз тіл әулеті деп атайды екенбіз. Дүниежүзі тілдерінің 96-ға жуығын қамтитын 18 тіл әулеті кездеседі екен. Әрбір тіл әулеті бір-біріне жақын, басқа тілдерге ұқсамайтын тілдер тобынан тұратын тармақтарға бөлінеді. Дүниежүзінде бірде-бір тіл тобына кірмейтін тілдер бар. Оларды оқшау тілдер деп атаймыз. Оларға мысал келтіре кететін болсақ, кет, баск, айн, них деген сияқты тілдерді атауға болады екен. Енді дүниежүзіндегі тіл әулеттеріне тоқталатын болсақ, мысалға үндіеуропалық, дравидтік, афроазиялық, австралиялық деген сияқты оларды айтуға болады. Енді мына суретке қарап отырсаңдар, бұл жерде біз тіл әулеттерін, тіл топтарын және де халықтарды бөліп қарастырғанбыз. Енді Алтай тіл әулетін қарастыратын болсақ, бұл жердегі тіл топтарына түркі мен корейді жатқызуға болады. Ал олардың халықтарына қазақ, өзбек, татар, әзірбайжан, түрік, башқұрт, чуваш, қырғыз халықтарын жатқызсақ болады екен. Ал үндіеуропалық тіл әулеттерінің тіл топтарына бізде славян, герман, иран, роман, грек, армян деген сияқты тіл топтары жатады. Ал бұл жердегі біздің халықтарымыз славяндарды сендер жақсы білесіңдер, көбінесе бұл жерге бізде орыс, украин, белорус, поляк, болгар деген сияқты халықтарды жатқызсақ болады. Ал герман тіл топтарына неміс, еврей деген сияқты. Яғни әрбір тіл әулетінің өзіндік тіл топтары соған сәйкес халықтары болады екен. Жақсы балалар, енді тапсырмаларға көшетін болсақ, бүгінгі бізде бірінші алғашқы тапсырма, яғни берілген тілдердің дүниежүзінде таралуын төмендегі кестеге толтыру керек. Яғни Қытай, ниф, ағылшын, кет, орыс, баск, испан тілдерін алып, біз кең таралған тілдер қайсы, оқшау тілдер қайсы екенін осы тізімдегілерді анықтаймыз. Келесі тапсырма бізде берілген кестедегі бос орындарды, кестелерді пайдаланып, халықтардың этнолингвистикалық жіктелуі бойынша толықтыру. Яғни тіл әулеті қайсы, тіл тобы қайсы, халықтары қайсы. Яғни қазақтар бізде қандай тіл тобына, қандай тіл әлеуетіне жататын. Романдар қандай тіл әлеуетімен, ол жерге қандай халықтар жататынын, тибеттіктердің тіл әулетімен тіл топтарын табу керек. Ал енді үйге тапсырмаға көшетін болсақ, бүгінгі біздің үй тапсырмамыз 3 деңгейлік тапсырмадан тұрады. Яғни бірінші деңгей бізде сіздер тақырыпты мұқият оқып мазмұндау керексіңдер. Екінші деңгейде Қазақстан Халқы Ассамблеясы туралы мәліметтер жазып іздену керексіңдер. Үшінші деңгейде көп ұлтты елдерге мысал келтіру керексіңдер. Назарларыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.